Құрметті қарасайлықтар, өздеріңіз білетіндей, әлемді дүрліктірген коронавирус індетін жұқтырғандардың саны күннен күнге артып, оның еліміз бойынша таралуы да ұлғайып келеді. Осыған орай, Алматы облысы мен аудан аумақтарында шектеу шаралары күшейтілу жөнінде қаулы шыққан болатын. Қазақстан Республикасының президентінің кешегі мәлімдемесінде айтқандай, төтенше жағдайдың енгізілуі мен қажетті шаралардың қабылдануы арқасында біз коронавирустың бақылаусыз таралуын болдырмадық. Олай болмаған жағдайда жұқтырған азаматтардың саны көп болуы мүмкін еді. Сондықтан шектеу шараларын енгізу қазіргі қалыптасқан жағдайда уақытылы жауап беру болып табылады. Бүгіннен бастап аудан аумағында жеке көліктер мен адамдардың қозғалысы шектеледі. Қаскелең автобус паркі мен Үшқоңыр автобекеті өз қызметтерін тоқтатты. Ресми такси қызметтерін қоспағанда жеке тасымалдаушылардың жүруіне тыйым салынады. Сондай-ақ азық-түлік емес мақсатта жұмыс істейтін сауда нысандарының, бизнес орталықтарының, интернет пен компьютерлік клубтардың, базарлардың жұмысына, жәрмеңкелердің өткізілуіне және көше бойындағы сауда-саттыққа тыйым салу енгізіледі. Техникалық жөндеу орталықтары, көлік жуу орындары, сұлулық салондары және де басқа қызмет көрсететін нысандар өз жұмыстарын тоқтатты. Барлық балабақшалар, мешіттер, шіркеулер жабылды. Азық-түлік дүкендері мен дәріханалардың жұмыс уақыты сағат 8:00-ден 20:00-ге дейін, ал екінші деңгейдегі банктердің, пошта байланысының, жеке нотариустердің қызметтері сағат 10:00-ден 16:00-ге дейін шектеледі. Құрметті қарасайлықтар, Қазақстан Республикасының президенті кешегі өз сөзінде коронавирустық пандемиямен күресте халықты қолдаудың қосымша шараларын енгізу туралы айтқан болатын. Осы ретте көпті алаңдатқан 42.500 теңге көлеміндегі ең төменгі жалақы мөлшерінде әлеуметті жәрдемақы алу жағында айтқым келеді. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы өз сөзінде осы көмекті алатын адамдардың санатын кеңейтуді тапсырып, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар мен ресми тіркелмей жұмыс істейтіндер де ие болатынын түсіндірді. Мемлекет тарапынан көрсететін көмектің барлығы да мұқтаж азаматтарға тағайындалады. Құрметті жерлестер, дүйім жұртты дүрліктірген дүрбелең кезеңде мемлекет пен қоғам барлық жағынан қолдау білдіруде. Тиісті қолданып жатқан шараларға түсіністікпен қарап, ең бастысы үйде болыңыздар. Құрметті тұрғындар, сіздердің үйде болу мен шектелулеріңіз біз үшін үлкен көмек деп айтамын. Тек ресми ақпараттарға ғана сенім білдірейік. Біз біргеміз.